Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздермен ағзаға пайдалы ішектер тазалайтын салаттың рецептімен бөлісемін. Алдымен бізге осындай қырыққабат керек болады. Қырыққабатымызды жіңішкелеп, жақсылап турап аламыз. Не біздің қырыққабатымыз осындай жіңішке болуы керек. Ал енді бізге осындай орташа үлкендіктегі бір қияр керек болады. Қиярымызды бірнеше бөліктерге видеодағыдай бөліп аламыз және ұзынша етіп турап шығамыз. Не осылай видеода көрсетілгендей ұзынша етіп майдалап турап аламыз. Мен толық рецептісін описание бөліміне қалдырып кетемін. Қиярымызды турап болдық. Енді бізге орташа кішкентайлықтағы осындай қызылша керек болады. Қызылшамызды да жіңішкелеп турап алып, майдалап турап шығамыз. Ұзынша етіп майдалап турап шығамыз. Қызылшамызды турап болдық. Осындай майда болуы тиіс. Енді бізге осындай бір сәбіз қажет болады. Сәбізімізді чоркадан ұзынша етіп өткізіп аламыз. Міне сәбізімізді де өткізіп болдық чоркадан. Енді біз аскөктерімізді турайтын боламыз. Аскөктен петрушкамен және укроп болса болғаны жақсылап майдалап турап аламыз. Аскөгімізді де турап болдық. Турап болған салатымыздың үстіне енді біз осында лимонның шырынын сығып қосатын боламыз. Және үстіне зәйтүн майынан 3 ас қасықтай қосамыз. Дәміне қарай тұзымызды қосамыз. Және бұрышымызды қосамыз. Салатымызды жақсылап араластырып аламыз. Не біздің салатымыз осындай болып шығады. Жасалуы өте оңай, өте дәмді салат. Ағзаға пайдалы салаттардың бірі. Жасап көріңіздер және менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Алдағы уақытта сіздермен көптеген пайдалы рецепттермен бөлісемін. Сіздермен болған Динара ас болсын.